Қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін мен сіздерге оңай әрі тойымды тез жасалатын хачапури дайындап көрсететін боламын. Бұл хачапуриді жасау үшін бізге 2 жұмыртқа, үгітілген теркадан өткізілген сыр және де сүт қажет болады. Разрыхитель, тұз мөлшеріне қарай ұн қажет болады. Бірінші жұмыртқамызды алып, ыдысымызға жарып салып аламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін тұз саламыз. Мен шай қасық толмайтын тұз салдым. Енді осыны жақсылап араластырып алатын боламыз. Венчиктің көмегімен араластырып, өте оңай, әрі тез, әрі сүйкімді көрінетін хачапури дайындаймыз. Міне сүтімізді құямыз, оны да араластырып аламыз. Міне осылай араластырып, енді осының үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Сырымызды саламыз, оның үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін 1 шай қасық қопсытқыш саламыз, разрыхитель, яғни енді осының барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез дайын болатын, тапада пісірілетін хачапури. Не осылай араластырып көресіздер, сұйықтау болса, кішкене ұн қосуға болады. Біздің хачапуриіміздің тестасы да дайын болды. Енді қазір сіздерге сковородкаға салып осыны пісіріп көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге колокольчикті бассаңыздар, алдағы уақытта менің видеоларым шығып тұратын болады. Қолдау көрсетіп, арнамның дамуына үлес қосыңыздар. Міне табамыздың түбіне осындай азғанай ғана сары майды алып, щетканың көмегіменен жағып аламыз. Май жағылған тапамызға осылай салып шығамыз. Бұлай жазып дөңгелетіп, тапаның көлемімен толтырып салып шығамыз. Сосын бетін жауып, астын өте баяу отта 10 минуттай уақытта пісіп шығады. Міне хачапурimiz әдемі 2 шеті де қып-қызыл болып пісіп шықты. Енді осының бетіне жұқа етіп сары май жағып жіберетін боламыз қазір. Осылай табада пісіп шыққан хачапуриді ыстық кезінде осылай бетіне сары майды үйкеп шығамыз. Мінекей бүгінгі біздің хачапуриіміз де дайын. Міне мынандай болып шықты. Менде 4 дана хачапури пісіп шықты. Арасы міне бәрі піскен, ірімшіктері еріген, өте дәмді, керемет хачапури. Ұнаса сіздер де жасап көріңіздер.